Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз муфельді пештің құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Муфельді пеш заттарды әртүрлі температураға дейін біркелкі қыздыруға арналған. Онда бар муфель қыздыратын затты жану өнімдерінен тікелей әсерінен қорғайды. Муфельді зертханалық пеш әртүрлі операцияларға қолданылады. Олар әртүрлі материалдарды шыңдауға, қыздыруға немесе балқытуға қатысты пайдаланылады. Муфельді пештер бірнеше өлшем шарт бойынша ажыратылады. Қыздыру көзі бойынша, өңдеу режимі бойынша, конструктивтік деректер бойынша. Муфельді пештің қыздыру көзі газ немесе электр тоғы болуы мүмкін. Өңдеу режимі мынандай болады. Қалыпты ауа атмосферада, ерекше газ қолдануда, сутегі аргон, азот және басқа да газдар. Вакуумдық қысым кезінде. Конструктивті муфельді пештер келесі пеш түрлеріне бөлінеді. Жоғарғы жүктеу, көлденең жүктеу, қалпақ пеш, құбырлы пеш. Сонымен қатар, жылу көрсеткіштері бойынша пештердің бірнеше түрі бар. Шағын температурасы бар пештер 100-500 градусқа дейін. Орташа температурасы бар пештер 400-900 градус. Үлкен температуралы пештер 400-1400 градус. Және өте жоғары температура пештері 1700-2000 градусқа дейін. Пештің қызуы муфель айналасында басталғандықтан үлкен температураға жетуі мүмкін. Осыған байланысты өндірушілер муфельді дайындауға арналған арнайы талшықты материалдар әзірледі. Ол қыздыру элементтерін ішінен орналастыруға мүмкіндік береді. Бұл муфельді пештердің температуралық шегін арттыруға мүмкіндік береді. Бірақ талшықты материалдардың кемшілігі оның қысқа тұйықталуы болып табылады. Газ булануының, тұздардың және майлардың қыздырылған материалдардан талшықтық бұзылады. Бүгінгі күні жоғары температуралы муфельді пештер үшін 1750 градусқа дейін температураға жетуге мүмкіндік беретін жапондық өте сапалы жылыту элементтерін қолданады. Термореттегіш тек температураны ғана емес, сонымен қатар бұйымды пеште ұстау уақытын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіштер өте жоғары дәлдікке ие. Муфельді пештерді қолдану. Қоспалы енгізуге немесе жалынмен термохимиялық өзара әрекеттесуге жол берілмейтін бағалы металдар мен қорытпаларды қайта балқыту. Металдарды термоөңдеу, цементтеу, шыңдау, күйдіру, қалыпқа келтіру. Беті тегіс өңді алу үшін әсіресе көркем керамикалық бұйымдарды күйдіру. Электрөткізгіш материалдарды кептіру. Тек диэлектриктерді келтіруге болады. Ұшқыш заттарды айдау арқылы минералдық компонентке дейін жағу. Былайша айтқанда азаление дейміз. Кремация сияқты міндеттерді орындау. Сонымен қатар муфельді пештер сынама талдауда қолданылады. Монокристалдарды өсіру үшін және басқа да көптеген салаларда. Мысалы, медицина жоғары температурада стерилдеу үшін қолданады. Муфельді пештің құрылысы. Муфельді пештің негізгі құрамдас бөлігі бұл жиі керамикадан жасалған муфель. Бұл материал әртүрлі пеш дайындау үшін әмбебап. Кардун муфельдері
бар, бірақ олар тек химиялық орталарда қолданылады. Муфилдің айналасында сым түріндегі жылыту элементі болады, және бұл керамикалық сылаумен жабылады. Мұндай құрылғының ішінде қыздыру элементтері ретінде спираль пайдаланылады. Оларды дайындау үшін қалыңдығы 1 мм нихромды немесе фехралды сым алады. Муфилдің айналасында жылу оқшаулағыш материал орналасады, және осының бәрі қалыңдығы 1,5-2 мм металл корпусымен қапталады. Пештің температурасын бақылау және реттеу үшін электронды термореттегіш қолданылады. Ол жылытқышпен және термобарамен қосылады. Ішкі жылу оқшаулағыш қабат ретінде бірнеше мың градусқа дейін жоғары температураға төзімді қызыл ыстыққа төзімді кірпіш қолданылады. Сыртқы қабаты бойынша жылу шығынын қысқартатын қосымша жылу оқшаулағыш үшін перлит немесе базальт төселеді. Асбест материалдарын қолдану ұсынылмайды, өйткені оларды қыздыру барысында канцерогенді заттар бөлінеді. Құрметті студенттер, берілген мәліметтерді қолдана отырып, келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырма: муфилді пештің құрылысын анықтаңыз. Сіздерге 2 муфил пештінің үлгілері берілген. Муфил пешінің мүшелерін атау қажет. Екінші тапсырма: сұрақтарға толық жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: муфилдік пештердің камералары қандай материалдардан дайындалған? Екінші сұрақ: муфилді пештің температурасын қалай бақылауға және реттеуге болады? Үшінші сұрақ: муфилді пештер сараптама зертханаларында қандай мақсатта қолданылады? Құрметті студенттер, осы тапсырмаларды орындап,
әдеттегідей Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын.